Сәлем оқырмандар, бүгінгі видеода тойбастарға арналған қалта тігетін боламыз. Ол үшін матамызды алып, ұзындығы 25 см, ені 20 см етіп белгілеп, матамызды қиып аламыз. Матаның ұзын бөлігі 25 см бөлігін 1 см-ге қайырып тігіп шығатын боламыз. Бұл бізде қалтамыздың бас жағы. Қалтаның басын тігіп болғаннан кейін оң беттерін бір-біріне қаратып, қалтамызды айландыра тігіп шығамыз. Артық 0,5 мм матамызды қиып алып тастап, қалтамыздың түбін бұрышын шығарып 1 см-де закрепочный шовпен тігіп аламыз. Ол бізде қалтамыздың түбін жасау үшін. Қалтамыз дайын болғаннан кейін ары қарай оны сәндеу, әрлеу өз фантазияларыңызға байланысты. Менің жағдайымда астында клей бар, оюды осылай үтікпен жабыстырып аламын. Одан кейін осындай этно орнаментті қолмен тігіп шығатын боламын. Осындай дайын шнурды алып, біздің қалтамызды екі айналдыра орап, ұзындығын өлшеп шнурымызды кесіп алып, қолмен оны да кішкене тігіп қойдым, түсіп қалмас үшін. Біздің қалтамыз дайын болды. Бұндай қалтаны кез келген матадан жасауға болады. Кез келген мерекелік кештің, тойдың сәні деп айтсам болады. Сіздерге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар.